Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге буын ауруларын емдеу барысында алдын алу үшін үй жағдайында қандай әдістер қолдануға болады, осы төңірегінде пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Буын аурулары бір күнде басылатын ауру емес. Ол ұзақ жылдарға ұласқан созылмалы аурулардың, инфекциялық аурулардың, жарақат алғанның әсерінен туындайды. Буын ауруының алғашқы белгілері тізе, саусақ буындары ауыра бастайды, ісінеді, қызарады және соған қоса қозғалыс қиындай түседі. Осы уақытта арнайы дәрігердің тексеруінен өтіп, қажетті ем жасалмаса, буын өз қызметін тоқтата бастайды. Адамның жасы ұлғайған сайын сүйегі әлсізденеді, әрі сынғыш келеді, ал қан тамырлары өзінің икемділігін жоғалтады. Салдарынан буын зардап шегеді. Ауруды, әсіресе буын ауруын емдеу өте қиын әрі ұзаққа созылады. Сондықтан да ауруды емдеу үшін емес, аурудың алдын алу үшін қамдануымыз қажет. Аурудың алдын алу үшін үш-ақ нәрсе қажет. Бірінші, дұрыс тамақтану, екінші, ағзаны қажетті минералдармен, дәрумендермен қамту, үшінші, аурудың белгілері біліне басталысымен-ақ емді дер кезінде бастау. Енді бастау алған буын ауруын емдеу үшін дәріханаға жүгірудің қажеті жоқ. Ас үйіңіздегі мына заттардың көмегімен аурудың алдын алсаңыз болады. Алғашқысы лавр жапырағы. 20-30 дана лавр жапырағын 2 стакан қайнаған суға салып отқа қоясыз. 5 минуттай қайнаған соң қайнатпаны термосқа құясыз. Шамамен 3-4 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, аз-аздан жұтымнан ішке қабылдайсыз. Тұнбаны 12 сағаттың ішінде ішуіңіз керек. Емделу уақыты 3 күн. Бір апта үзіліс жасап, қайта жалғастырсаңыз болады. Лавр жапырағын дайындалған тұнба ағзаны шлактан, тұздан тазалайды. Тұз буын ауруының пайда болуына септігін тигізетін бірден-бір жау екенін ұмытпаңыз. Тауық шеміршегі – бұл коллагеннің қайнар көзі. Оның құрамында буын ауруларымен күресетін ақуыз бар. Ем үшін түрлі мәзірін байқап көрсеңіз болады. Біріншіден, күнде таңертең аш қарынға 1 шай қасық ұнтақталған шеміршекті жеңіз. Артынан 1 стакан апельсин шырынын ішсеңіз болады. Екінші, шеміршекті суға салып отқа қойыңыз. Баяу отта бірнеше сағат қайнау керек. Дайын болған сорпаға тұз, бұрыш, лавр жапырағын қосып, күніне бірнеше рет ішіңіз. Үшінші, аш қарынға тауықтың табанын жесеңіз де болады. Соңынан лимон қосылған су ішу керектігін ұмытпаңыз. Төртінші, шеміршектен холодец әзірлеп жесеңіз де керемет ем болады. Егер бір апта үзбей холодец жесеңіз, ағзаңыздың қажетті дәрумендер мен минералдарға толтыра аласыз. Келесісі ол жұмыртқаның қабығы. Жұмыртқаның қабығы ежелден кальций элементіне бай екені дәлелденген. Мұның құрамында фтор, марганец, мыс, күкірт, темір және тағы басқа пайдалы микроэлементтер бар. Ем үшін жұмыртқаның қабығын сабынды жылы сумен тазалап жуасыз, сосын мұқият ұнтақтап алыңыз. Дайын болған ұнтақты таңертең кез келген асқа қосып жеуге болады. Келесі баршамыздың ас үйімізден табылатын ол күріш. Қайнатылған күріш ағзадағы артық тұзды шығарады. Ол үшін 1 стакан суға 2-3 ас қасық жуылған күрішті салып, бетін жауып қойыңыз. Бір тәуліктен соң жанына күріш салынған тура сондай 2-ші стаканды қоясыз. Ал 1-ші стаканның суын ауыстырыңыз. 3-ші күнінде осы әдісті қайталайсыз. Бұл жолы 1-ші мен 2-ші стакандағы суды ауыстыру керек. Тап осылай күріш салынған 5 стакан дайындайсыз. Күріштің суын күн сайын ауыстыруды ұмытпаңыз. 5-ші күні 1-ші стакандағы күрішті суымен ыдысқа қойып, отқа қоясыз. Баяу отта пісіру керек. Піскен күрішті тұзсыз, нансыз таңертең аш қарынға жейсіз. Күріштен соң 3-4 сағатқа дейін ас су ішуге болмайды. Емделу мерзімі 40 күн. Ескертетін жайт, халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде өз дәрігеріңізбен кеңес алып қолданғаныңыз жөн. Бүгінгі ақпаратым осымен тамам. Пайдалы болса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.